Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте әдемі, дәмауыздар етін өте дәмді, тойымды творожный пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, мен сіздерге барлық құпиялармен бөлісіп көрсеттім. Міне турап қойсаңыздар да өте, қонақ алдына ұсынсаңыздар да, өздеріңіз жесеңіздер де өте дәмді, прям керемет, бір жасағаннан да шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің видеома лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай екі жұмыртқамызға шекерімізді қосамыз. Сосын жақсылап араластырып, бір жерге қойып қоямыз. Шекері еруі керек, бір шетке алып қоямыз. Енді осыған табағымызға ұнымыз бен майымызды салып, бір-біріне үгітіп, крошки тәрізді істейтін боламыз. Дәл видеодағыдай етуіміз керек. Міне осылай теркаларыңыз болса, өйстіп өткізіп, крошки тәрізді бір-біріне жақсылап араластыру керек. Қарап тұрсаңыздар, қосатын заты да қатты көп емес. Дәл осы видеодағыдай жасасаңыздар, пирогтарыңыз міндетті түрде шығады. Және осындай разрыхитель қосып жібересіздер. Бір пачкасын қосып жібере салыңыздар. Сосын дәмін әдемі иіс шығып тұрған қаласаңыздар, ванилин қосып жіберіңіздер. Ванилин міндетті емес, бірақ әдемі иіс шығып тұрған қаласаңыздар, қосып жібересіздер. Осылай бір-біріне жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған жаңағы жұмыртқамыз бен шекерімізді қазір қосатын боламыз. Міне бұл уже шекері еріп дайын болып қалды. Осы массамызды крошкемізге қосып, жақсылап қамыр ереп алатын боламыз. Қамырымыз тым қатты болмауы керек, жұмсақтау етіп илейсіздер. Менің неге сап-сары деп сұрасаңыздар, мен бұл жерде домашний жұмыртқа қолдандым, сондықтан менің тестім сап-сары болып шықты. Кәдімгі магазиннің жұмыртқасымен де әдемі шығады дәмі. Міне осылай жетпей қалғанына кішкене қолдарыңыз жабысып тұрса, ұн қосып жібересіздер. Өте жұмсақ болып иленеді. Дәл осы құрам бойынша илейтін болсаңыздар. Енді осы қамырымызды жақсылап июін қандырып алған соң, тоңазытқышқа 40 минутқа салып алатын боламыз. 30 минутқа да бола береді. Осылай міне алдын ала жасап, тоңазытқышқа салып тастайсыздар. Дәл видеодағыдай осылай салфан пакетке салып, жақсылап аузын орап, тоңазытқышқа саларда осылай салып қоясыздар. Енді начинкамызға кірісетін боламыз. Блендерлеріңіз болса тіптен жақсы, жасалуы өте сіздерге оңай болады. Осылай творогымызды салатын боламыз. Оның үстіне 200 грамм сметанамызды саламыз. Үстінен 4 жұмыртқа саламыз. Домашний жұмыртқа салсаңыздар да сап-сары болып, күшті болып, әдемі болып шығады. 200 грамм шекерімізді саламыз. Осыларды салып, ванильный сахар салып жіберсеңіздер де болады. Ванильный сахар міндетті емес, бар болса салып жіберіңіздер, иісі өте әдемі шығады. Осылай блендермен 1 минутта істеп шығуға болады, араластырып. Ал егерде блендер жоқ болса, венчикпен жасай беріңіздер. Венчикпен де араластырып шығаруға болады. Ал егер тіптен венчик болмаса, вилкамен де араластыруға болады, бірақ кішкене уақытыңызды, қолыңызды алуы мүмкін. Бірақ жасап көруге кеңес беремін, міндетті түрде өте дәмді шығады. Міне осындай сұйық масса болып шығу керек. Өте дәмді болып шығады. Творогтың бәрі еріп шығу керек жаңағы араластырған кезде. Міне мен 2-ге бөліп аламын. Осылай формам кішкентай болғандықтан 2-ге бөліп 2 пирог жасап жіберуіме де болады. Осындай поклан деген бумага қолданамын. Сіздерде де болса, осы түрін қолдануға, кез келген пирог пісірсеңізде осыны қолдансаңыздар жақсы. Еш асты жабыспай жақсы шығады. Осылай міне дәл видеодағыдай жасап, салып, шеттерін бәрін жабыстырып, жақсылап жабыстырып шықпасаңыздар, шеттері түсіп қалуы мүмкін. Осылай вилкамен тесіп шығасыздар. Вилкамен бәрін тесіп болған соң, начинкамызды құйып, пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар, өте дәмді шығатын. Начинкаларыңыз осындай сұйықтықта болуы керек. Барлығын құйып аламыз. Жай отта пісіреміз, 180 градуста пісіреміз. Өзі пісіп шыққанша 35-45 минутта пісіп шығады. Міне бетін сәндеуге клубника пайдаланатын боламын. Сіздер кез келген жемісті қолдануға болады. Бананды да, кивиді де қолдана берсеңіздер болады. Бетіне сәндік ретіне қойсаңыздар өте әдемі болады. Сәндік ретіне қоймасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Міне осындай құмнайларымды қойып шығамын.
сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, және осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осылай міне пісіп шықты. Осылай беттері кішкене көтеруі мүмкін, бірақ біз бұны пирогты суыған соң ғана кесетін боламыз. Суыға салқын жерге қойып қоямыз. Суып болған соң ғана кесетін боламыз. Өзі қазір беттері сынып тұрған бәрі басылатын болады. Міне қарап тұрсаңыздар, барлығы басылды суығанның. Осылай беті бір тегіс болып шықты. Енді суыған соң ғана кесіңіздер. Сол кезде осылай әдемі болып кесіледі. Суымай жатып кесіп қойсаңыздар, ол әлі қатпаған беті дұрыс шықпай қалады. Дәмі өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген рецептілер, тәттілер, дәмді тағамдар бар. Қарап көрсеңіздер, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Қазақша каналды қолдай жүруді ұмытпаңыздар. Осылай орталарынан бөліп шығып алдым. Енді осының бәрін әдемілеп бетіне қойып шықсам, өте керемет болады. Қонақ күтсеңіздер де осы тәттілерді пісірсеңіз, сіздерге бәрі қуанып рахметін айтатын болады. Осылай дәмді шығады. Міне дайын болды. Ал бізге ас болсын. Сіздермен болған Айткүл. Менің инстаграм парақшама жазылып қойды, ұмытпаңыздар. Сіздерге сол жерде үнемі шығып отқан жаңа рецепттердің бәрін хабарлап отырамын. Және де истористерімді де қарап отырсаңыздар болады. Барлығын сол жерде хабарлап отыратын боламын. Ал жақсы, міне біздің десертіміз дайын.